Сәлем! Егер сіз түрік тілін үйреніп жүрсеңіз, немесе жаңадан бастап жатсаңыз, бұл видео сіз үшін. Бүгін мен сіздерге түрік тілін үйренгенде өзіме көп көмектескен 3 ең керемет оқулық туралы айтқым келеді. Сонымен қатар онлайн және офлайн түрік тілі курсым туралы айтатын боламын. Каналыма жазылып, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Пайдалы кеңестер тіл үйренудегі нақты қадамдарды жіберіп алмаңыз. Бірінші кітап Истанбул ябанчылар үшін түркче. Бұл кітап Түркиядағы мемлекеттік тіл мектептерінде қолданылатын ең танымал оқулық. Бұл кітап түрк тіліндегі барлық деңгейді қамтитын кітап және ақпараттар әр деңгейге сай бөлек кітаппен беріледі. Бұл кітаптың артықшылығы күнделікті өмірде жиі қолданылатын диалогтар, тыңдау, оқу, жазу, сөйлеу, барлық дағдыларға арналған жаттығулар біріктірілген. Және де кітаптағы аудио файлдарды QR-код арқылы тыңдауға болады. Бұл кітаптың тек бір ғана кемшілігі бар. Барлық кітап түрік тілінде жазылған, яғни қазақша, орысша немесе ағылшынша түсініктемесі жоқ. Түрік тілін енді үйреніп бастаушыларға бұл кішкене ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Бұл кітаппен үйренуді А1 деңгейін аяқтағаннан кейін немесе түрік тіліндегі базалық сөздермен таныс болғаннан кейін үйреніп бастай аласыз. Екінші кітап Төмәр түркче öğreniyoruz. Бұл Анкара университетінің Төмәр орталығы шығарған кітап. Бірнеше деңгейлерге арналған оқулық. Артықшылықтары: бірінші, ол тақырыптарының құрылымы. Яғни әр бөлімде тек бір ғана өмірлік жағдайға арналған диалогтар, сөздер, сөйлемдер кездеседі. Мысалы, дүкендегі болатын жағдайларға байланысты фразалар, дәрігермен арадағы әңгімелесу немесе жай ғана танысуға арналған сөйлемдер. Грамматика түсінікті жеткізілген. Әр ережеге жеке мысалдар берілген. Тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу және сөздік тапсырмалары жақсы баланста берілген. Аудиофайлдарға қолжетімді. CD немесе арнайы сайттардан жүктеп алуыңызға болады. Бұл кітап кімге лайықты? Жүйелі түрде оқығысы келетін, грамматика мен сөйлеуді бірге дамытқысы келетіндерге арналады. Үшінші кітап Ябанчылар үшін түркче дел белгісі. Аты айтып тұрғандай, бұл кітап тек қана грамматикаға негізделген. Ережені жақсы түсіну үшін, күнделікті өмірде дұрыс қолдана алу үшін барлық мүмкіндіктер берілген. Ереже, мысал және жаттығулар. Бұл кітаптың артықшылығы грамматиканы тереңірек түсінуге көмектеседі. Және кітапта ереже түрікше және ағылшынша түсіндірмесімен қатар жүреді. Ал енді кемшіліктеріне келсек, бұл кітапта күнделікті өмірде қолданылатын диалогтар жоқ. Яғни көбірек теорияға бағыттайды. Бұл кітаппен кімдер үйренсе болады? Грамматиканы жүйелі, тереңірек меңгергісі келетіндер. Төмәр, ЙОС сияқты емтихандарға дайындалып жүрген тіл үйренушілерге жақсы көмек беретін кітап. Бұл кітаптарды қалай қолданған дұрыс? Барлық кітапты бірге қатар алып оқудың қажеті жоқ. Мына әдісті қолданып көріңіз. Бірінші, Истанбул А1 кітабын бастапқы базалық деңгейді оқуды, сөйлеуді, жазуды, тыңдауды дамыту үшін қолдансаңыз болады. Үшінші кітап дел белгісі. Бұл кітапты емтиханға дайындалып жүрсеңіз немесе грамматиканы тереңірек үйренгіңіз келсе, қолдануға болады. Егер сізге бұл кітаптармен жеке жұмыс істеу қиын болып жатса, мен сізге көмектесе аламын. Біздің тіл орталығымызға онлайн, офлайн курстарға жазыла аласыз. Онлайн форматтағы курсқа әлемнің қай бұрышында болсаңыз да қосылуға мүмкіндік бар. Ал офлайн форматтағы курсқа жазылғыңыз келсе, Астана қаласы бойынша Сығанақ 47 Евроцентр бизнес орталығындағы офисімізге келе аласыз. Біздің бағдарлама нақты сіздің деңгейіңізге сай келетін бағдарламамен өтіледі. Zoom сабақтары, үй тапсырмасы, кері байланыс барлығы қамтамасыз етілген. Курсқа тіркеліп, бізбен бірге шет тілдерін үйренгіңіз келсе, астындағы сілтемеге өтіп, біздің менеджерлермен байланыса аласыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылыңыз. Пікірге өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Келесі видеоларда кездескенше. Бай-бай!